қатысушылар. Бүгінгі күні экология және табиғи ресурстар вице-министрі Шарбиев Нұркен Қожамұратұлы, Түркістан облысы тұрғындарымен және коммерциялық емес ұйымдармен кездесіп өтті. Онда мен экология министрлігі жетекшілік ететін салалардың дамуы туралы баяндадым. Түркістан облысындағы экологиялық жағдай тұрақты. Ағымдағы жылдың 6 айында облыста зиянды заттар шығаруларының нақты көлемі 23,5 мың тонна құрады. Бұған табиғат қорғау іс-шараларын іске асыру есебінен қол жеткізілді.